Сөз қадірін білмеген өз қадірін білмейді. Сөздердің мәні, мағынасы, астары, шығу төркіні оңғар құралдың сөз киесі хабарында. Ассалаумағалейкум құрметті радио тыңдаушылар. Бүгінгі хабарымызда қос сөздердің екінші сыңарында кездесетін көнерген сөздердің мәні туралы әңгіме қозғамақпыз. Мәселен, бала-шаға, абысын-ажын, көйлек-көншек сияқты қос сөздердің сыңарларын жеке дара тұрғанында түсінеміз бе? Бүгінгі біздің хабарымыздың қонағы Мемлекеттік тілді дамыту институтының атқарушы директоры, филология ғылымдарының кандидаты Бижомарт Қапалбекпен өткізілген сұхбатымызда бірқатар сөздердің шығу төркіні туралы әңгіме болады. Бәке, студиямызға қош келдіңіз. Біздің хабарымыз Шалқар радиосындағы сөз киесі деп аталады. Бізге келген қонақтарға қоятын дәстүрлі сұрағымыз бар. Мысалы, сіз сөздің киесі деген ұғымды қалай түсінесіз? Сөз киесі. Жалпы сөзде кие бар ма? Кие деген сөзге қандай анықтап беретін едіңіз? Әрине, сөздің киесі бар, оны қазақ баяғыдан білген. Мысалы, басқа келетін 10 пәленің 9-ы тілден дейді. Діземнен сүріндірсең де тілімнен сүріндірме дейді. Яғни қаратпа сөздер, ямаса тыйым сөздер, осылардың барлығында байқап сөйлеу, мәнерлеп сөйлеу, сөздің киесін түсініп сөйлеу қазақта баяғыдан бар. Оны жастарға үлгі етіп айтып отырады. Өзі Библияда да ең бірінші сөз пайда болған деп басталады ғой. Сөз деген өте құдіретті нәрсе. Сөз құдіреті деп жатсыз ғой. Мысалы, сіз қандай сөздердің мәнін ашып түсіндіретін едіңіз? Біз қандай сөздердің мағынасына, төркініне бойлай алмай жүрміз? Мәселен, қазақ тілінде ескі сөздер бар көп. Ол тұрақты сөз тіркестерінің ішінде кездеседі. Кейбір мағынасы күңгірттенген, ямаса қос сөздердің ішінде кездеседі. Мысалы, бала-шаға дегенде біз баланы түсінеміз, қазір ол жеке түбір ретінде қолданады, ал шаға деген ол қолданылмайды. Шақа, шақалақ деген түрінде қолданылады. Шаға сөзі ол көне түркі тілінде бала дегенді білдіреді. Ол бізде қазір жұрнағы ғана сақталған. Мысалы, шақалақ дегенді айтамыз ғой кейде. Оңтүстік қазақтарында шақа деген майда тиын. Сол шақа деген бұл майда деген мағына. Майдалықты, кішкентайлықты білдіреді ғой, жаңа бала деген сөзді білдіреді. Сосын кейін абысын, ажын деген қазір көп қолданылады. Абысын, ажын деген. Енді ол біздің туыстық қатынасымыздағы сөз ғой. Бірақ өкінішке орай үлкенін қайнағасының әйелін абысын дейді да, қайын інісінің әйелін келінім дейді. Ал көне түркі тілінде абысын деген үлкен абысына қолданған, ал ажын деген өзінен кіші абысынға қолданған. Келіннің орнына ажын деген. Ажын деген дұрыс. Иә, сонда біз келін дегеннің өзінің мағынасы бар ғой, өзінің тура мағынасы. Сондықтан абысын, ажын дегенді сөйтіп бөліп қолданса, соны қазір активтендірсе, ол жақсы болатын еді. Бізде көп сөздер активтендіріп, бұрынғы ескі сипатынан жаңа сипатын алып отыр. Мысалы, президенттерді инаугурация жасайды, ұлықтайды. Сол ұлықтау деген сөз бұрын қазақ тілінде басқаша болған, қазір жаңа сипат алып отыр. Тап деген сөз де сондай. Мысалы, революция кезінде ол басқа сипат алып кеткен, класс дегенді алып кеткен. Ал тап деген сөз о баста өзінің елі ортасы дегенді білдіреді. Мысалы, билер сөйлейді өзінің табында деген сияқты мысалдар бар. Яғни тап деген сөз ол өзінің елінде, ортасында, өзіне тиесілі ортада тұрған адамды білдіреді. Ал революциядан кейін біз таптық мемлекет болып бөліндік, кедейді, байды бөлгеннен кейін тап деген сөз тағы бір мағына үстеп, орыстың класс деген сөзіне тең болып, соның аудармасы болып кетті. Ал енді ол кеңес дәуіріндегі термин ғой, былайша айтқанда жұмысшы табы деп жазатын. Ал қазір сол тап деген сөз дәл қазір мына тәуелсіздік заманда қолданыла ма? Жалпы өзекті ме? Енді ол өзі ұғым кеткеннен кейін ол өзекті емес. Өйткені әдебиеттің өзін таптық әдебиет дедік қой. Сол кезде әдебиет тапқа бөлінеді дедік. Ал Мағжан Жұмабаев әдебиет таптық болмайды, оны табалдырық деген әдебиетке арналған концепциясы бар, баяғыда жазылған. Сол кезде ол кісі айтады, әдебиет таптық емес, ұлттық. Қазір біз әдебиет ұлттық дегенге келдік. Ал бірақ тап деген сөзді Ақаң өте әдемі пайдаланған. Сөз таптары дегенге тап дегенді кіргізіп жіберген. Ақаң енді бірқатар термин жасаған. Соның біреуі осы тап. Сонда қазір қолданып отырмыз ғой, сөз таптары. Иә, сөз таптары деп қолданып отырмыз. Бұны Ақаңның осы сөз таптары деп қолданғанын кейбір кейінгі орыс зерттеушілері, біздің кейінгі зерттеушілер бұны жаңалық деп тауып отыр.
Неге? Өйткені біздің қазақта бірнеше сөз таптары бар ғой, орыстарда части речи дейді, сөйлеу бөліктері. Ахаң сөз таптары деген термин арқылы сөздің жай жеке бөліктерге бөлінген түрлері ғана емес, олар әртүрлі иерархияда тұратын таптар екенін айтып тұр сөздің. Мысалы, зат есім ол көп, сын есім ол одан аз, зат есімнің қолданысы сөйлемде өте күшті, сын есімдікі аз, етістік одан да күшті. Яғни олар сөз таптары бірдей деңгейдегі бөліктер емес, олар белгілі бір иерархиялық деңгейде орналасқан. Бірінің үстіне бірі, біреуінің мүмкіндігі көп. Соны Ахаң орыстардың части речи дегенін алып сөз бөліктері деп аудара салмай, ол сөз таптары деп аударып отыр. Ғылыми тұрғыдан келіп отыр. Ғылыми тұрғыдан оны Ахаң не деген керемет, осыны жай сөз бөліктері демей, сөздердің бір-бірінен бірі артық, бірі кем екенін айтып, тап деген терминді қолданып отыр ғой. Ахаң түркі ғылымы емес, жалпы әлемдік теорияға, әлемдік лингвистикаға бірнеше жаңалық енгізген ғалым ғой. Сөз таптарын айттым, оны орыстың ғалымы Ахаңнан кейін 30-40 жылдары жаңалық қылып ашады. Сөз таптары деген олар жай сөздің бөліктері емес, олар әртүрлі иерархияда тұратын таптар екен ғой. Бірінің саны көп, біреуінің жұмсалымы көп дегендей. Ахаң оны бір-ақ сөзбен түйіндеп кеткен, тап деп. Бірақ Ахаңды бағалаған жоқ қой. Ахаңды 29 жылы ұстады ғой, сосын кейін бүкіл еңбектерін жапты. Бірақ Ахаңның бүкіл еңбегі қалып, қазірге дейін сол кісі жасаған бастауыш, баяндауышты бәрін терминдерді қолданып жүрміз. Ахаң 80-ші жылдардың аяғында ашылды. Содан бері қазір айналымнан түспей келе жатыр. Ахаңның жасағаны ол музейдің баяғыдағы жасап кеткен тарихы, біздің өткен кезеңіміздегі бір кезең ғана емес, Ахаңның жасағаны қазір де үлгі болып тұр ғой. Иә, ұлт ұстазы Ахаң Ахмет Байтұрсынұлының осыдан бір ғасыр бұрын айтып, жазып кеткен еңбектері, жасаған, қалыптастырған терминдері, ашқан жаңалықтары бүгінде өзекті, бүгінде маңызды. Әлі де алда туған тіліміздің өсіп өркендеуіне, дамуына қызмет ете бермек. Сөз төркіні. Ем-дом, жора-жолдас, азық-түлік, киім-кешек, дәрі-дәрмек сияқты қос сөздердің сыңарларының мағынасы қандай? Тілші ғалым Бижомарт Қапалбекті тыңдайық. Бізде қос сөздердің көне мағынасы көп енді. Мысалы, ем, дом дегендегі емді білеміз, дом дегеніміз ол көне ұйғыр тілінде, көне түркі тілінде дәрі деген мағынаны білдіреді екен. Сол сияқты жора жолдас дегендегі түсініксіз жора ғой, ол парсы тілінде ынтымақтастықты білдіреді. Бірақ біз оны қос сөз ретінде қатар қолданамыз. Мысалы, азық түлік дегендегі азығы түсінікті да, түлігі ол төрт түлік емес бұл жерде. Түлік деген көне түркіде тамақ деген мағынаны береді екен. Оның бәрі көне түркі ескерткіштер сөздіктерінде бар. Демек, ем домыңыздағы дом, жора жолдастағы жора, түлік дегендер кезінде бізде сөзді қолданыста болды ғой, айналымда жүрді ғой. Түркі халықтар ортақ тіл болды ғой. Бір тілден шығып тарап, бір атаның балалары сияқты жеке-жеке енші алып кеткенбіз ғой. Ол сөздер сол кезден біздің тілімізде бар. Енді осыны біз болашақта этимологиялық сөздік дейді ғой, сөздің төркінін ашатын. Сол жерлерге жақсылап жазуымыз керек, айтуымыз керек, оны таратуымыз керек, және сөзді тілге қайтадан жаңа мағынамен енгізуіміз керек. Жаңағы келін деген сөзді өзінің келін деген орнына қалдырып, ажын дегенді қайнанесінің өзінен кейінгі түскен кіші сол әулеттің келініне ажын деп қолдану керек та, ана үлкен абысын деу керек. Абысын ажын деп айтамыз, бірақ ажынын тек жалпы айтамыз да, жеке кімге арналғанын қолданбаймыз. Сондай нәрселердің бәрін қолдану керек. Бізде жалпы қос сөздерде осындай екінші сыңары түсініксіз сондай сөздер бар ғой. Иә, көп. Көйлек көншекті айтайық. Көйлегі түсінікті да, көншегі ол көне түркіде шашпау деген мағынаны білдіреді екен. Ал киім-кешек деген сөзіндегі кешек қырғыз тілінде көйлек дегенді білдіреді. Сонда киім-көйлек деген мағына ғой енді былайша айтқанда. Біз оны көйлек көншек деп жалпылап айтамыз. Ұйқас үшін алған сияқты деп те ойлап қаламыз кейде ше. Иә, кейде ұйқас үшін, кейде бір сөз дәрі-дәрмек дегенде, дәрі де, дәрмек те екеуі де дәрі деген мағынаны біледі, екеуін қосып айтып тұрмыз. Былайша айтқанда көне мағынасы мен жаңа мағынасы қос сөз болып тіркесіп тұр. Қос сөз болып тіркесіп тұр. Қос сөздердің өзінде осындай бір сыңары қазіргі халыққа түсініксіз сөздер өте көп. Бір сыңары түсініксіз сөздер әсіресе мына тұрақты тіркестерде, фразеологизмдердің ішінде де көп. Мысалы, із-түссіз жоғалу дегенді айтады да адамдар. Бірдеңе із-түссіз жоғалып кетті дейді ғой. Ізі түсінікті, ізі де көрінбейді. Ал түз деген сөз көне түркі тілінде түз, тоз
деген шаң деген мағынаны білдіреді. Сонда із түссіз дегенде көзге көрінетін нәрсесі де жоқ, көзге көрінбейтін нәрсесі жоқ, мүлдем жоқ. Және бұл сол мағынаны күшейтіп тұр ғой. Ізі жоқ десеңіз бір ғана із жоқ сияқты болады да, бұл күшейтіп тұр сол. Сөйлеу кезінде кәдімгідей қос сөздер қатты күшейтеді. Бір эмоциялық әсер береді, мағына үстейді. Тілде өзі бір экономия деген заң бар. Түсінікті болса бір нәрсені түсіріп тастап айту. Мысалы қарлығаш дегеннің өзі қарала құс дегеннен шыққан екен ғой. Соны қарлығаш қылып, ал мына қос сөздерге келгенде түсініксіз болса да екінші мәнін қоса айтады. Абысын ажындарыммен отырмын деген сияқты, оны ажын деген түсінбесе де ізсіз жоғалып кетті деп өзіңіз айтқандай, ізсіз жоғалып кетті десе онда біртүрлі болып тұрады. Із түссіз жоғалды десе мағына үстеп тұр, оны табу мүмкін емес деген сияқты ғой енді. Бірен саран дегеннің өзі де сондай. Мысалы саран деген сөз моңғол тілінен аударғанда сирек деген мағынаны білдіреді екен. Бірен деген түсінікті ғой енді. Бірен деген бір екеу. Демек екеуі бірігіп тұр ғой. Бұл бір кішкене мысалдар ғана. Ал жалпы қос сөздің өзін түгел алып қараса мағынасы түсініксіз сөздер өте көп. Сондықтан бұны зерттеу керек, этимологиялық сөздіктер шығарған кезде осының мағынасын ашу керек, халыққа түсінікті болу керек. Ол не үшін ашу керек? Мына әлемнен неше түрлі ұғымдар келіп жатыр ғой, неше түрлі аттар келіп жатыр, неше түрлі заттар келіп жатыр. Соларға пайдалану үшін керек болып отыр. Өзіміздегі бар немесе жаңағы көнерген сөздер деген. Көнерген сөздерді пайдалану керек. Өйткені тіл үнемі сөз тудырып тұру керек. Сөз тудырып тұрмаса ол өледі. Біз өзі ойлауды қойдық, сөз тудыруды қойдық, сөз тудыратын адамдарымыз азайып кетті. Біз көбінесе аудармадан ала саламыз да, калькамен соны қоя саламыз. Ол орыстың ұғымы ғой, жаңа ағылшынның ұғымы. Өзі әлемде ақиқат біреу, бірақ оны әр халық өзінше таниды. Тілде языковая картина мира деген теория бар да, мысалы әлемнің тілдегі бейнесі. Біз сол бір әлемді тіліміз арқылы қазақша көреміз. Басқа халықтар басқаша көреді. Қазақша сипаттаймыз. Төрттілікпен айналыстық қой біз енді өмір бойы. Сол төрттілікке байланысты бізде сөз көп. Мысалы Қызылордадан бір ақсақал кандидат қорғады түйе атауларынан деді. Түйенің бір 500 атауын, ауруын, ботасын, төлін, жүнін, түйеге қатысты жасалатын бұйымдардан есептегенде бір 300-500 сөз жинаған. Эскимостарда қардың 30 түрлі атауы бар екен. Қардың өзінің. Бізде де бірнешеуі бар ғой, күртік қар, жапалақ қар, қатты қар деген сияқты. Әлемнің тілдік бейнесі деген сол әр халық өзінің айналысатын тұрмысына қатысты сөздерді көп тудырған. Дұрыс, бәке, жаңа айтып қалдыңыз ғой, бізде этимологиялық сөздік жоқ деп, Этимологиялық сөздікті кім шығару керек? Меніңше тіл білімінің шаруасы емес па? Бірақ әрине оған мүмкін қаржы бөліну керек шығар, оған бір қандай да бір бастамашы топ керек болатын шығар. Бізге керек қой бұндай сөздік. Жалпы сөздік шығару ол осы іргелі ғылыммен айналысатын мекемелердің жұмысы. Енді жеке адамдарда айналысады, жанкештілік енді. Сөздік жасау деген өте ауыр жұмыс. Бізде мына филологтардың ішінде мынандай сөз бар, біреуді жазалағың келсе сөздік жасат дейді. Сөздік өте ауыр жұмыс қой. Бір сөзді табу керек, оның мағынасын алу керек, көне сөзді бүкіл түркі тілдерінің сөздіктерімен салыстыру керек, өте қара жұмыс. Сондықтан бізде сөздік жасауға көп адам бармай жүр. Жалпы академиялық сөздіктің салмағы жеке адам жасаған сөздіктен басымдырақ болады ғой. Этимологиялық сөздік жасалған жоқ бізде. Өзі біз сөздік жасау жағынан басқа түркі халықтарының арасында озық тұрмыз. Біз анау кеңес дәуірінде 10 томдық түсіндірме сөздік жасадық. Ысқақов, Байынқол Қалиев деген мамандар жасаған. Ал тәуелсіздік кезде соны 15 том қылып шығардық. Қазақ болып қанша ғасыр өмір сүрсе, ақаңа сүйенбей, ақаңа табан тіремей, ақаңның жазғандарын Құран сияқты алдына ұстап отырмай, ол қазақ болып қала алмайды. Бәрін көрсетіп кеткен ғұлама, ғасырда бір туатын адам. Дұрыс, керемет бәке. Бізге берілген уақытта тақап қалды. Сондықтан да осы бүгінгі айтқан әңгімеңізді қорыта тыңдаушыларға қандай өзіңіздің тілегіңіз бар? Тыңдаушыларға менің айтатыным, мынау бағдарлама өте керемет бағдарлама. Байтұрсыновтың мынандай сөзі бар, тағы да ақаңа жүгіне беретін болдық қой. Ұлттың жұмысы дейді, машинаның тетігі емес дейді. Басып барсаң басқа жөнге түсе қалатын. Ұлттың жұмысы құмырсқаның илеуіндегідей жұмыс. Мысалы, сіз осы бағдарлама арқылы ұлт жұмысына қызмет етіп жатырсыз. Мен ғылымым арқылы, тыңдаушылар өзінің үйінде бала шағасын қазақша тәрбиелеу арқылы қызмет етеді. Яғни ақаң айтқан сияқты тілге құмырсқаның илеуіндегідей әркім өзінің көтере алатын шөпшегін апарып салу керек. Сонда ғана бұл тіл халық рухани жағынан көтеріледі. Жақсы, тұшымды әңгімелер айтқаныңызға көп рахмет. Міне достар, қазақ тіл білімінде атқарылатын шаруа әлі шаш етектен екенін байқаған боларсыздар. Сөз шығару өнерді қорек қылады. Өнер ғылымды қорек қылады деп Ахмет Байтұрсынұлы айтып кеткендей, сөз құдіретіне қатысты да барлық іс-әрекетімізге ғылыми көзқарас, ғылыми тұжырым керек екен. Ендеше тіл халықтың қазынасы десек, әр сөздің астарын, әр сөздің төркінін бойлай,
өзіміз қолданып жүрген сөздер мен сөз тіркестерінің мағынасына мән беріп жүрейік дегім келеді. Осымен сөз киесі хабарын аяқтаймыз. Хабарға мемлекеттік тілді дамыту институтының атқарушы директоры, филология ғылымдарының кандидаты Бижомарт Қапалбек қатысып, қос сөздердің екінші сыңарында кездесетін көнерген сөздердің мәні туралы әңгімелеп берді. Хабарды әзірлеп жүргізген Оңғар Құрал, музыкамен көркемдеген Ағзер Қазыбек қызы. Әуе толқында келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.